Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай шағын пицца түрін жасайтын боламыз. Бұл пицца өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Бұл жерде пиццаның қамырын ашытпай, яғни дрожжсыз дайындайтын боламыз. Бар жоғы 5-6 минут қана уақытыңыз кетеді. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, менің қазақша контенттегі каналымды қолдап, каналыма жазылып өтіңіздер. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға бір жұмыртқаны шым-шым тұзымызды салып, қасықтың немесе венчиктің көмегімен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бөлме температурасындағы сүтті құйып, тағы да араластырып жібереміз. Енді осы араласқан сүттің үстіне ас содасын және де яблочный уксусымызды құятын боламыз. Яғни алма уксусын. Міндетті түрде алманың уксусын құйыңыздар. Оның бізде проценті аз болып келеді. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып жібереміз. Мұны бізде сұйық массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп отырып, бірінші венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ары қарай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Мұны мен қолымның көмегімен жұмсақ қамыр иледім. Барлық ұнды қолдандым. Мұны осындай жұмсақ басы біріккен осындай бізде қамыр шығады. Енді осы қамырдың бетін жауып 7-8 минут көлемінде қамырымызды демалдырып қоятын боламыз. Енді мұнда начинкасын мен дайындап алдым. Ол үшін мен осындай ысталған колбаса түрін алдым. Және де сыр, қызанақ, кетчуп, майонезді ғана қолданатын боламын. Сіздер кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Мұны менде қамыр 7-8 минут көлемінде демалды. Енді осы қамырды мен өзіме керекті 6 бөлікке бөліп алдым. Сіздерге одан да кіші пицца түрі керек болатын болса, 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Онымен пиццаның қамырын барлығын осылай дөңгелектеп алдым, өзіме ыңғайлы болу үшін. Енді ары қарай оқтаудың көмегімен жұқалап қамыр жаятын боламыз. Байқасаңыздар, мен қамыр жаюға ешқандай да ұн қолданған жоқпын, себебі бізде қамыр жабысқақ қамыр емес, жұмыс жасауға дайын өте ыңғайлы қамыр болып табылады. Мұны жақсылап осылай жұқалап жайып алдым. Барлық қамырымызды осылай жұқалап жайып алатын боламыз. Мұны менде қамыр дайын болды. Енді осы қамырдың шетін мен кішкене ғана қолымның көмегімен осылай қайырып жібердім. Енді қамырымыздың бетіне мен кетчуп соус ретінде, заправка ретінде осылай кетчуп жағып шықтым. Сіздер кез келген пиццаға арналған заправкаларды қолдансаңыздар болады. Мұны енді кисточканың көмегімен барлық жеріне жеткізіп осылай жағып алдым. Ары қарай колбасамызды, сырды және де қызанағымызды кезектестіріп, орналастырып, пиццамызды пісуге дайындайтын боламыз. Мұны міндетті түрде қызанақ қосыңыздар. Қызанақпен біздің пиццаларымыз өте сондай сочный және де дәмді болып шығады. Мұны барлығын қосып шықтым. Енді мен осы қызанақтың бетіне кетчуппен және де майонезден осылай өрнектер салып шықтым. Ол міндетті емес, өздеріңіз білесіздер.
Маған осылай өрнек салып шыққан өте қатты ұнайды. Мұны менде пиццалар пісуге дайын болды. Осы пиццаларды алдын ала қызып тұрған 200 градустағы пеште 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Оны менде 10 минут көлемінде пицца дайын болып шықты. Қараңыздаршы, осындай тәбетті ашатын шағын өте дәмді пиццалар болып шықты менде. Сіздер де міндетті түрде ауызашарға жылдам жасап берсеңіздер болады. Үй ішіндегі жандар, балалар өте қатты қуанып қалатын болады. Мұны кесілгеннің өзінде де осылай өте жұмсақ және оңай кесіледі. Қарасаңыздар, бізде осындай қамырымыздың өзі жұп-жұмсақ болып шығады. Сондықтан рецепт сақтап алып, алдағы уақытта сіздер де менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.